Қайырлы күн достар, бүгін көптен күткен фисташковый рулеттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жаңғақты комбайнның көмегімен үгітіп алу қажет. Ол үшін біз жаңғақты жақсылап жуып, әбден пеште кептіріп алдық. Дәл осындай түйіршіктелген сәтке дейін үгітеміз. Жаңғаққа дайын фисташка ұнын және жүгері крахмалын қосамыз. Жұмыртқаның ағына лимон қышқылы мен қантты қосып, миксердің төмен жылдамдығынан бастап араластыра бастаймыз. Сәлден кейін миксердің жылдамдығын ұлғайту қажет. Біздің меренгамыз әбден формасын ұстағанға дейін араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай болу қажет. Меренгаға ұнды бірден қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай ақырындап араластырасыздар. Маған кондитерлік қаппен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Бірден пергамент төселген противенге осылай тік төртбұрыш жасап шығамыз. Әбден жайылған меренганы тегістейміз. Пешті 170 градусқа дейін қыздырып, 25 минут пісіреміз. Дайын болған рулетті толығымен суытасыздар. Миксерге кремнің ингредиенттерін салып, бірден араластыра берсеңіздер болады. Осындай формасын ұстайтын кремчез дайын болады. Әрі қарай видеодағыдай процесті қадағалап, өздеріңізде дайындап көріңіздер.